Менің құрбы ағамдайсың, дәл мендей құрбы іні таба алмайсың. Ай, әзіл десем ұрысқа айналдырып кетесің, не айтшы осы неге ондайсың? Тазбас пен тақырбас деп одан кейін халыққа әжуалап хабарлайсың. Тазбас пенен тақырбас болсақ егер өзіңді қайсымын деп ойлайсың. Ай, Нұрмахан бұны қонақ кісім десе, бұл маған жасамақшы қысым неше? Ай, құрбы деп тек қыздарға айтады деп қайтеді білмей тұрып ісім бесе. Ай, құрбы деп тек қыз емес досты айтады, болады оған қаның ішілмесе. Ай, мысалы құрбы құрдас жолдастар деп майлы қожа жырларын мүсін десе, құрбылар қартайдық деп тәжібайып айтып кетті, сонда не үшін кеше? Ай, аға құрбым деп едім тек құрб емес, кішірмеді дейсіңдер кішірмесе. Одан соң братан деп айтқансың деп қайтейін өткенді айтып ішіп жесе. Әй, бірақ өзіне де обал жоғау, ақын боп аузымен құсылмесе. Ай, братан дегенімді іліп алып, аға деген сөзді еске түсірмесе. Ай, орысша айтқан сөзді бірден ұғып, қазақша айтқан сөзді түсінбесе. Ай, бабалар берген сөзге оң бағасын, Қайырхан неменеге таңғаласын. Ай, қысқасы көрдің оны бәрі айтқан ғой, елден ерек боп жүрген сен ғанасың. Ай, құрбы деп тек қыздарға қолданасың, қыздардан басқа құрбың болмағасын. Ай, болмаған бұрын соңды бұл ғаламда, дүбірлі той боп жатыр шым ғаламда. Өйткені қала күні деп атадық, маусымның 19-ын күл адамға. Ай, дұрыс қой, арнайы күн алып жатса Шымкенттей тарихқа тұнған орда. Ай, бірақ кейбір болмайтын нәрсеге де жекелеп күн береді бұл қоғамда. Мысалы, тырна күні дейді екен ғой, қыркүйекте 10-ші күн болғанда. Тырнаға солай құрмет жасағаны жанымыздың жарасын тырналауда. Ай, айтпағым, біз осылай жүрген кезде құндылықтар қап жатыр құндоланда. Ай, әттең бәрі басқаша болар ма еді, аң құс емес адамнан үлгі алғанда. Ай, мысалы, Шәмшіге бір күн берсек қой, әндері балықтатын тыңдағанда, Шахановқа бір күнді арнасақ қой, жігеріңді жанитын жырлағанда. Ай, тым құрса өлген соң бір күн берсек қой, тіріде бермесек те күн доларға. Қысқасы неге сонша бәйек болып, бір жылда бір келетін тырналарға. Ай, неліктен сол құрметті жасамаймыз, 1000 жылда бір келетін тұлғаларға. Отырған көрермен боп залдамында тағы бір сөз айтайын алғауымға. Ағайын көптен бері бір маза бермей бір асқа қой жүрменің арманымда. Ай, осы алтын домбыраны бар облыс бір-бір ұстап көрді ғой, аңдадың ба? Ал сенше сол алтынды бір қарашы бұған дейін алдың ба, алмадың ба? Ай, қарап тұрсақ Шымкентке бір келмепті, ауысып жүргенімен андамында. Ай, ал оған алу түгіл бару қиын, мемлекеттің болған соң қолдауында. Бару үшін осындай бір айтыстан басқа еген болу керек заңдарында. Ай, жыл соңында болатын сол сайысқа жүйріктер осы бастан қамдануда. Тіпті ироштар жолдама алып қойған алдыңғы айтыстарға барғанында. Ал Шымкенттен қатысып шаршады ғой Нұрланменен Біржандай балдарында. Одан басқа кім бар деп отырсаңдар, алатын адам тұр ғой алдарында. Соңына дейін бүгін қолдасаңдар, қазыларда қалдырмас соңғы орында. Жастарды қолдаңдар деп мен түгілі патшада айтқан жоқ па жолдауында? Ай, Шымкенттің абыройы қалмау керек, күміспенен Шымкенттің абыройы қалмау керек, қоламенен күмістің жан-жағында, қаламенен ауданның аумағында. Ай, көрінердей бір алтын домбырадан жолдаманы берсеңдер болды маған, шаруам жоқ атақ абырой қалғанында. Айтудай-ақ айттым енді, қалғаны туған елдің таңдауында. Ай, ап келу мына менің мойнымда, жіберу өздеріңнің қолдарында. Ай, берілместен кезек еш, тоқталмастан тезек ес. Айта берсек біздің де өлеңіміз аз емес. Айналайын ағасы қошаман бол осымен, өйткені мына күн жаңа түскен келіндей керілдесер кез емес. Ай, негізі менің ағамда бағалай білген адамға ер болмаса ез емес, жібек болмаса бөз емес, алтын болмаса жез емес. Ай, қатесі болса түзелер, қателік деген өйткені ағып түссе қайтадан орнына келмес, көз емес. Ай, көкіректе көз болса, соқырлықта сөз емес. Ай, сөзіңнен айтып тұрған
жаман жыр тұғамын, көзіңнен айтылмаған сыр тұғамын. Айтпа десем қырсығып қайта-қайта құрбым деп қоймай отыр бұл мұғалім. Төрелігін қазылар айта жатар, мойнымды солар жаққа бір бұрамын. Қой осымен айтысты аяқтайық, басқа ақындар ағызсын жыр бұлағын. Ей, бізден кейін кезегін күтіп отыр Біржан мен Ержан дейтін ей құрбыларың, ай құрбыларың. Ей, Ұлытаудың ұясы ұлар қайғы, Қаратаудың қиясы қыран қайғы. Мен ендеше айтайын бір ақиқат, Ұлытауда туылған ұлан жайлы. Ол ұлан жыр жүйрігі жүрсін ерман, тұлғасы елестетер Құнанбайды. Құнанбай ақын қылған ұлабайды, бұл сөзге ешкім қарсы тұра алмайды. Ал жүздеген ақынның бағын ашқан еңбегі Ермановтың Тұранқайғы. Айтыс деп шайтанның да тілін тауып жомарт қылды қаншама жуанбайды. Қанша ақынға үй берді, көлік берді, бұрын соңды жасап ет кім ондайды. ЮНЕСКО-ға кіргізіп айтыс дейтін әлемге паш етті ғой Мұрамдайғы. Жүрсін көкем ортамда аман жүрсе, айтыстың туын ешкім жыға алмайды. Ей, жүрексіз адам өмір сүре алмаса, жүрсінсіз айтыс өмір сүре алмайды, сүре алмайды. Айдайы бұйрық келмей қураған, қурайдың өзі сынбаған. Дүркіреп жұртым қолдаса болды, бірден қабай құрғалам. Қаланың күнін тойлатып, шашылып жатқан шыңғалам. Алталашқа айбынын жасырып асырып жатқан шыңғалам. Қазағы мен бір қалам, ажары мен гүл қалам. Тұрғандай бүгін тамсанып күл 18 мың қалам. Тамсанбағанда қайтеді алты құрлықтың бәрінен, алдыда тұрсаң бір қадам. Бәйдібек пенен төледей бабамнан қалған бұл далам. Домалағана секілді анамнан қалған бұл далам. Жағасында арыстың шәмшінің әнін тыңдаған, әнінің өзі ұран болып жүрегінде елдің тулаған. Шындық іздеп шарқ ұрған, әр сөзі қымбат алтыннан. Қаншама жақұт жыр қалды шақалып сынды тұлғадан. Бақилық деуге мұқтарды қимай тұрғандай бұл далам. Сақтаған намыстарыңды сақтар қанықтай бір балаң. Оңтүстіктегі ордалы қазақтың қара орманы жайнай бер мәңгі гүл қалам. Тең келмейтін мың қалам, шым қалам менің сын қалам. Айдайы, айдайы, айдайы.